Менің атым Алмас Алтай, баршаңызға сәлем. Қазақстанда соңғы 5-6 айдың төңірегінде болып жатқан оқиғалар, бұлар нағыз тарихи оқиғалар десек, біз қателесе қоймаймыз. Өтетіні өтті, алдыда небір қызықтар мен түрлі құбылыстардың бар екеніне зәредей күмән жоқ. Елдегі жаңа саяси өзгерістерге, биліктің трансформациясына сенетін адам ретінде мен жаңа Қазақстанды күтіп отырмауым керек. Оның жақындауына ат салысуым керек деген оймен осы видеоны түсіріп отырмын. Қазір Қазақстанда болып жатқан өзгерістердің көпшілігі жалпы халыққа түсініксіз болуы мүмкін, жалпы халық түсінетін тілде әңгімелер айтылмауы мүмкін. Осы олқылықты жөндеу үшін дәл осы видеоны сіздерге арнап түсірдім. Қабыл алыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар. Парламент қымбат демек емес. Ол елдің ең үлкен заң шығарушы органы. Президент Тоқаев алдағы референдумда Қазақстан Республикасы президентінің біраз билігін шектеп, сол шектелген биліктің біразын парламентке, мәжіліске беру керек дегенді айтқан. Демек, Қазақстан Республикасы президенттік басқару жүйесінен бірте-бірте парламенттік басқару жүйесіне қарай көше бастайды деп топшылауымызға болады. Ең алдымен мәжілістегі 107 депутат 98-ге дейін азаяды. Мәжілісте ассамблеяға берілген орындар жойылады, олардың жартысы сенатқа ауысады. Осы ассамблеяны үйде өсетін бөлме өсімдіктері ұқсап, неге әлпештей береміз деп ойлап жүрдік, бұл бір есептен жақсы да болған сияқты. Енді ұлты басқа болса, ол Құдайдың бұйрығы. Бірақ паспорты көк, осы елдің азаматы. Оларға неге елден ақылы жағдай жасаймыз? Тіпті қарагөз қазақтарға жасамаған жағдайды сол ассамблеяның өкілдеріне жасап қоямыз. Солай ма? Былық. Бірақ біз оны ұмытайық. Мен барлық Қазақстан азаматтарының тең құқықты болғанын қалаймын. Ешкімге басымдық берілмесін, ешкімге қысым жасалмасын. Ұлты, көзінің түсі, терісінің түсі маңызды емес. Кім мықты, кім білімді, сол өссін. Сосын тағы да бір қызық бар. Ендігі жерде облыстан, қаладан сайланған парламент депутаттары, яғни мәжілісмендер парламентке барып ұйықтап, ешқандай жұмыс жасамай жүрсе, оны сайлаған халық кері қарай шақырып алады. Ата заңға енетін жаңа өзгерісте осындай нәрселерде бар. Ендігі жерде ешкім қарайған айлық алып, служебный машинамен қыдырып, парламентте ұйықтап жүре алмайды. Жұмыс жасайсың ба? Халыққа қызмет етесің. Жасамайсың ба? Сайлаған халық алып тастайды сені. Алдағы референдумда халық қолдайтын болса, 1995 жылы таратылған конституциялық сот өмірге қайта келеді. Бұл нағылған сот, халыққа қандай пайдасы бар сот? Жоғары сотта жеңіліп қалғандар арызданатын сот па? Жоқ, бұл заңның соты, яғни заңның дұрыс орындалуын қамтамасыз ететін, қадағалайтын сот. Мәселен, халықтың өміріне тікелей әсер ететін жер кодексі, салық кодексі секілді мықты заңдар бар. Бұл конституциялық кеңес дәл осындай халықтың өміріне әсер ететін заңдардың дұрыс орындалуын қадағалайды. Дәл осындай халық өміріне тікелей әсер ететін заңдардың артық тұсы болса алып тастайтын, кем тұсы болса толықтырып қоятын заңдарды қадағалайтын сот, бұл сотқа ешкімнің сөзі жүрмейді. Только давай без немецких аплодисментов. Просто у меня вера. Без каких аплодисментов? Немецких. Это что? Игорь! Сайлаулардың әділ өтуін, парламент шығаратын заңдарды қадағалайтын соттың 11 мүшесі болады. Бұның 6-ауын парламент, 4-еуін президент ұсынады, және төрағаны парламент пен президент ақылдасып отырып, сайлайды, тағайындайды, шешеді. 5 маусымдағы референдумда халықтың қазынасына, яғни бюджетке қатысты мынандай өзгеріс болады. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитет деген мекеме бар. Енді оның орнына жоғары аудиторлық палата деген мекеме құрылады. Бұл мекеме әр 6 ай сайын мәжіліске барып есеп беріп тұрады. Демек, мәжілістің рөлі бұрынғыдан да зораяды. Ол заң шығарады, ол бюджетті бекітеді, және сол бюджеттің қалай атқарылып, әр тиыны қалай жұмсалып жатқанын толық бақылап, қадағалап отырады деген сөз. Бірдеңе түсіндіңіз деген ойдамыз, жалғастырамыз.
Мен референдумға барам, жаңа өзгерістерді қолдаймын. Ал референдумға қарсы шығып өзінен өзі бұлданып жүрген кісілер не қараңғы сауатсыз кісілер, немесе бұрынғы биліктің тұсында байыған, сол биліктің тұсында жетістікке жеткен, халықты қанаған, сөлін сорған адамдар деген сөз. Көзі ашық өзінің болашағын жаңа Қазақстанмен байланыстыратын әрбір азамат 5 маусым күні референдумда өзінің таңдауын, болашағының таңдауын, ел болашағының таңдауын жасау керек. Алмас Алтай, келесі көрсеміз.